Баршамызға қайырлы күн болсын. Бүгін тұсаукесерге арналған ақ жолды жасап үйренеміз. Фетрдің ені әртүрлі болады. Бізге 1 метрге жуығы керек. 1 метрге жуығы әдемі болады. Кең әрі оған ой өрнегіңізді, баланың аты жөнін бәрін жазуыңызға болады. Және мынандай аппликациялар қажет. Аппликация және екі шетіне бахрама керек. Қазір осы менің жасағалы тұрған жолдың ұзындығы 2 метр. Оған оюымызды әдемілеп орналастырып аламыз. Барлығының арасы бірдей болуы керек. Барлық оюдың арасы. Міне ою өрнегіміздің барлығының арасын бірдей етіп қойып алдық. Енді оны ыстық клейменен жапсырамыз. Кәдімгі ыстық клейменен, мына пистолетпенен барлығының астыларынан клейді жағып, әдемілеп барлық шетін оюларын жапсырып шығуымыз керек. Міне ою өрнектерімізді жапсырып алдық. Енді бахраманы екі жағына әдемілеп қойып, бұны да горячий клейменен жапсырып алуларыңызға болады. Болмаса машинкамен тігіп шықсаңыз да болады. Мен машинкамен тігемін. Машинкасы жоқ қыздар горячий клейменен ұстата берсеңіздер әбден болады. Және де осы оюды жапсырған кезде де бұның астында өзінің клейі бар ғой. Егерде оншада көп бір қаладан бір қалаға тасымайын десеңіздер, мысалға бір баладан бір балаға қалдырмайын десеңіздер, жай ғана осы ою өрнектерді өте жақсы ыстық үтікпенен, өте қатты пар шығатын үтікпенен жақсылап тұрып жапсырып алсаңыздар да болады. Мен бірақта горячий клейді қолданамын, ол өте жақсы жабысады солайынан. Енді қазір бахраманы тігіп шығамыз, немесе горячий клейменен жапсырып аламыз. Жай ғана осылай қойып отырып тігіп аламыз. Тіге алмаймын десеңіздер, тігуге қиналамын десеңіздер, бұны да горячий клейменен жапсырып алсақ болады. Ең шетіне келгенде сәл асырып қиып аламыз. Бүктейміз астыға қарай. Горячий клеймен жапсырсаңыздар да солай етуіңіз керек. Себебі оның шеті тез сөгіліп кетеді, бахраманың шеті. Сондықтан да, менің камерам бұзылып кетіп жатыр. Сондықтан да шетін міндетті түрде бүктеп, үстінен бастырып тігесіз, немесе үстінен бастырып клей жағасыз. Міне бахрамамызды тігіп алдық. Бахраманы тіккен кезде өте маңызды нәрсе, оны тартпай отырып тігуіңіз керек. Тартсаңыз, ол шетін бәрін былай бүріп қалып, сонда дорожкамыздың, ақ жолымыздың формасы бүлінуі мүмкін. Сондықтан да егерде тігуге өте жаңағы опыты жоқ қыздар болса, онда ең оңайы сол горячий клейменен жапсырып алу керексіз. Енді ақ жолымызды безендіруге көшеміз. Яғни ортасына тәй-тәй деген жазуын жазамыз, баланың атын жазамыз. Кім қалай безендіргісі келеді, өзі солай ары қарай безендіретін болады. Мен мынандай фетрді қолданатын боламын. Менде оның алтын түстесі бар екен. Нағыз осы оюларымызға түсі келетін болады. Ақ жолды өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі түспен безендіре берсеңіз болады. Алтын түске, күміс түске, көк, қызыл деген сияқты әркімнің өзінің қалауы бойынша. Енді мынандай формалар кесіп аламыз. Баланың табанына ұқсайтын. Маған солай безендірген ұнайды. Бұл табанның ізі ғой, баланың ізі. Соның үлкендігі 9 сантиметрден сәл ғана асады екен. Сіздерге түсінікті болу үшін жақынырақ көрсетейін. Осындай етіп, бірнеше осындай баланың ізін қиып аламыз. Фетрдің астыңғы бетін қоямыз. Одан осы 9-10 сантиметрімізді белгілеп аламыз.
Менде мына жері сәл қисықтау екен, сондықтан да белгіленген 10 сантиметрдің сыртына тағы 1 сантиметр қосып сызатын боламын. Осы линияны қырқып аламын. Оң аяқ, сол аяқ деген болады. Сондықтан да парный деталь шығу үшін матаны екіге бүктейміз міндетті түрде. Оған жаңағы алдын ала дайындап алған шаблонымызды қоямыз. Шаблонымызды қойып, осылай қырқып аламыз. Сызып алып қырқсаңыздар да болады. Тез болу үшін мен осылай жасап жатырмын. Қозғалып кетеді десеңіздер, онда сызып алып, одан кейін қырққандарыңыз дұрыс болады. Міне менде дәл осылай шықты. Екеу, біреуі оң аяқ, біреуі сол аяғы. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 4 парын мен қазір қиып алдым. Енді бұл табандарға көп кішкентай саусақтардың ізі керек болады. Оны жасау үшін тағы да фетрімізді астыға қаратып қоямыз. Табанның шетін осылай қойып аласыздар. Содан кейін саусақтардың суретін салыңыз. Өте кішкентай, сәл одан үлкен, осылай етіп, сүйкімді болатындай етіп, саусақтарды салып аламыз. Менікі аса да қатты ұқсалмай жатқан сияқты. Бірақ сүйкімді болды деп ойлаймын. Сіздерге міне осылай саусақтың суретін салып аламыз. Оның әр қайсысын қиямыз. Сонда біз орналастырғанда оны сәл былай төменірек орналастырамыз. Міне табанды. Сонда нағыз балапандарымыздың жаңағы ізіне ұқсас болу керек. Қазір мына жерде мен сызған кезде саусақтардың арасы сәл алыс болып қалған сияқты. Бірақ та оны ақ жолға апарып жапсырған кезде оның арасын жақындатуымыз керек. Міне саусақтарды кесіп алып орналастыруды бастадым. Саусақтардың іздерін сәл бір-бірінен кіші болғаны дұрыс шығар. Және де кәдімгі аяқтың ізіне ұқсастырып орналастыруымыз керек. Осылай болса ұқсайды деп ойлаймын. Әдемі болып шығып жатқан сияқты. Осындай етіп орналастырып, оның барлығын горячий клейменен жапсырып шығамыз ақ жолымызға. Фетрді көрсетіп кетейін. Міне, қанша майда детальдарды кессеңіз де екіге қабаттап кесуіміз керек. Себебі парный деталь, біреуі оң жақтікі, біреуі сол жақтікі, ол бірдей болып шығуы керек. 4 қабаттап кессеңіздер де болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы. Әйтеуір парный деталь болып шыққаны өте дұрыс болады. Енді бұл іздерімізді қалай орналастырамыз? Сызғышпенен ақ жолымыздың тура ортасын тауып аламыз. Менде 90 сантиметр екен, яғни 45 сантиметрді белгілеймін. 45 сантиметр. Осылай белгілеп аламыз. Одан кейін осы линиямыздан аса қатты көрінбейтіндей етіп сызуға да болады. Немесе барлығы дайын болғаннан кейін бұл линияны өзіміз өтеп тастасақ та болады. Енді осы ортасындағы линияның екі жағына бірдей етіп, бірдей айырмашылықта өтетіндей етіп
түсетіндей етіп орналастыруымыз керек. Бірінші оң аяқтан бастаймыз. Сәбиіміздің қадамы оң болсын деп. Одан кейін сол аяқ. Осылайынша ізімізді әдемілеп қоямыз. Осылай етіп, мен көз мөлшерменен қоя салдым. Оның арасын сызғышпен өлшеп, бірдей етіп шығарып алсаңыздар да болады. Енді саусақтарымызды қойып аламыз әдемілеп, бағанағы көрсеткендей етіп. Саусақтарды қоямыз. Парный деталь екенін ұмытпаймыз. Бірінен бірі сәл-сәл кішілеу болу керек саусақтарымыз. Және ең кішкентайы. Осылай етіп орналастырып, барлық іздерді жасап шығамыз. Осылай қойып алғаннан кейін горячий клейменен жапсырамыз. Міне іздерімізді орналастырып алдық. Әдемілеп барлық детальдарын мұқият жапсыру керекпіз. Жүрген кезінде баланың аяғына ілінбейтін және ашылмайтын етіп. Міне барлығын жақсы жапсыруымыз керек. Енді табандарды жасап болғаннан кейін тәй-тәй деген жазуды жасауға кірісеміз. Тәй-тәй деп жазу үшін мен өзімнің тек қана сызғышымды қолданатын боламын. 10 сантиметр етіп сызып аламыз. Ол әріміздің биіктігі және қалыңдығы осы сызғыштың қалыңдығымен бірдей етіп аламыз. Осылай ені 3 сантиметр, ұзындығы 10 сантиметр. 4 осылай 4 жолақты сызып аламыз. Енді оларды кесіп аламыз. Міне жолақтарымызды кесіп аламыз. Оларды да екі-екіден қабаттап ұстаймыз. Өйткені Т деген әрібіміз екеу болады. Оның енді осы жолақтың бұрыштарын дөңгелетеміз. Осындай 4 жолағымыз бар. 2 жолағымыз бар. Және 2 жолағымыздың бір шетін дөңгелетіп, бір шетін түзу күйінде қалдырамыз. Бұл Т деген әріп болады. Міне. 2 Т әріпіміз. Дәл осылай етіп әріпін жазып аламыз. Енді әріпін жасаймыз. Оның да биіктігі 10 сантиметр. Әркім өзінің қалауынша жасауға болады, бірақ тек
12 сантиметр етсеңіз де болады, 15 сантиметр жасасаңыз да болады. Тек барлық әріптердің биіктігі бірдей болуы керек. Енді біздің ә деген әріміз былай қарайды. Біз фетрдің артынан жазып жатқандықтан оны теріс қаратып қырқып алуымыз керек қазір. Сонда фетрімізді аударған кезінде оң жағына, сонда біздің әріпіміз